Өзіңді өзің жақсы көр. Ең алдымен адам өзін жақсы көру керек. Жоқ, ол эгоистікке жатпайды. Адам ең алдымен өзін жақсы көрмесе, оны басқалар да жақсы көрмейді. Кейбен тіршіліктен, жетіспеушіліктен адам өзін ойлауды да, тіпті ауырған жерін ұмытып та кетеді. Кешкісін шаршап, шалдығып, өне бойы сырқырап ауырады. Ой санасын уайым басады. Кеше күні бойы басынан өткізген қиыншылықтарын есіне түсіріп, сар уайымға салынады. Өз-өзін тежей бастайды. Бұл деген өз-өзін қинау, азаптау. Оның нәтижесі неше түрлі қатерлі ауруларға келіп соғады. Кейбір адамдар ең бірінші орынға ақшаны қояды. Жоқ, олар ақшаны жақсы көрмейді. Керісінше, олар ақшаның жетіспеушілігі туралы, одан соң тұрмыстағы жетіспеушіліктер, денсаулығына байланысты және дене бітіміне байланысты шағымдарды көп айтады. Әсіресе біздің әйелдер жағы, мәселен, менің аяғым қисық, семіріп кеттім, қолым қарайып кетті, бетім әдемі емес, көзім әдемі емес, құлағым дәу деген сияқты өзіне байланысты шағымдарды көп айтады. Айтылған сөз, атылған оқ демекші, қандай сөз айтсаңыз да, ол миыңызға мөр таңба болып басылады. Және ол екі еселеніп өзіңізге қайта оралады. Сіздің дене бітіміңіз, жан дүниеңіз, ақыл ойыңыз, ол сізге Тәңірдің берген үлкен сыйы. Біз соны жоғары бағалай білуіміз керек. Сіздің түр келбетіңіз әдемі болмаса да, аса үлкен ризашылықпен өзіңізді жақсы көріп қабылдаңыз. Аяқтарыңыз қисық болса да, аяқтарым сендерге рахмет, сендерсіз қалай қозғалар едім. Қолдарыма рахмет, сендердің күштеріңмен мен біраз шаруамды бітірдім деп сылап сипап еркелетіңіз. Мен сұлумын, менің көздерім әдемі, мұрным әдемі, киген киімім өзіме жарасып тұр деген сияқты комплименттерді өзіңізге үнемі айтып жүріңіз. Әрбір адам бақытты болуға, бай, қуатты болуға, сұлу да сүйкімді, керемет жақсы өмір сүруге лайықты. Ол үшін жүрегіңіздің төрінде тығылып жатырған өзіңізге деген махаббатты оятыңыз. Яғни сіз ең алдымен өзіңізді жақсы көруіңіз керек. Кейбір адамдар ол қалай деп те таң қалуы мүмкін. Бүгін сіз өзіңізді қалай жақсы көру керек екендігі туралы білетін боласыз. Ол үшін таң ертеңгісін ұйқыдан оянғанда айнаның алдына барып, көзіңізге тіке қарап, мен сені жақсы көремін деп айтыңыз. Бұл алғашқыда сізге ыңғайсыздық тудыруы мүмкін, бірақ сіз ерінбестен үлкен сеніммен бұл практиканы қайта қайталауыңыз керек. Денеңізді бос ұстап, мұрныңызбен терең дем алып, аузыңыздан жайлап шығарыңыз. Айнадағы өзіңіздің көзіңізге тіке қарап, өз есіміңізді атап, мен сені жақсы көремін деп айтыңыз. Бұл практиканы алғашқы бірінші, екінші күндері есіңізден шығармай, үнемі қайталап жүріңіз. Осылайша адам өзін өзі жақсы көрсе, оны бүкіл әлем жақсы көреді. Оның нәтижесі сізді үлкен жетістік жолына жетелейді.